Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 781 есепті қарастырамыз. Бұл 5-ші сынып математикасы. Бұл жерде біз азайтуды орындауымыз қажет. Бізге бірінші берілген 6,25 азайтылған 4,10 азайтуды орындау үшін біз черновикке болсын бағандап азайтып алуымыз қажет болады. Жазамыз 6,25 азайтылған бүтін сандарды бірінің астына бірін жазамыз. 4,3. 5-тен мына 0 бар ғой. 0-ды азайтсақ 5 болады. 2-ден 3-ті азайтсақ бізде азайтылмайды. Сондықтан 6-ның бірін береміз, яғни 12-ден 3-ті азайтсақ бізде 9 болады. Мұнда бізде 5 қалды, 5-тен 4 азайтсақ 1 қалды. Сонда бізде шығады 1,195 жазамыз. Келесі 15,9-дан азайтамыз 4,175-ті. Жазамыз 15,9 азайтылған 4,175. Бізде бүтін сандарымыз бірінің астына бірін тұру керек, және үтірлеріміз бірінің астына бірін тұру керек. 9-дан кейін бізде 0 деген сан бар. Азайтайық, 0-дан 5 азайтылмайды, 9-дың бірін береміз, сонда 10-нан 5 азайтсақ 5 болады, 8 қалды, 8-ден 7 азайтсақ бізде 1 қалды, үтірімізді жазамыз, 15-тен 4 азайтсақ бізде 11 қалды. Демек бізде шығады 11,115. Келесі бізде 7,163-тен азайтамыз 2,151-ді. Бағандап азайтайық, 7,163-тен азайтамыз 2,151-ді. 3-тен 1-ді азайтсақ бізде 2 қалады. 6-дан 5-ді азайтсақ 1 қалады. Үтіріміз түсіреміз, 7-ден 2 азайтсақ бізде 5 қалады. Демек 5,112 шығады. Келесі 41-ден азайтамыз 32,5. 41-ден кейін бізде үтір бар, және 0 деген сан бар, балалар. 0-іміз түсіп қалған, иә, үтірден кейінгі 0-іміз. 0-ден 5 азайтылмайды, 1 береміз. 10-нан 5 азайтсақ бізде 5 болады. Мұнда 0 қалды. 0-ден 2 азайтылмайды, демек 4-тің бірін береміз. Сонда 10-нан 2 азайтсақ бізде 8 болады. Мұнда 3 қалды. 3-тен 3 азайтсақ 0 қалды, иә. Бұны жазбаймыз. Сонда шығады бізде 8,5. Келесі 6,5-тен азайтамыз 4,7-ні. 5-тен 7 азайтылмайды. Біз 6-ның бірін береміз. Сонда 15-тен 7. 15-тен 7 азайтсақ бізде 8 болады. Мұнда 5 қалды. 5-тен 4 азайтсақ бізде 1 қалады. Демек шығады 1,8. Келесі 18,3-тен азайтамыз 5. Бүтін сандарды бірінің астына бірін жазамыз. 5 үтір 0 деген сөз. 5-тен 0 алсақ бізде 5 қалады, үтірін түсіреміз. 18-ден 5 алсақ бізде 13 қалады. Жазамыз 13,5. Келесі бізде 67,145 азайтылған 49,188. Жазайық. Бірінің астына бірін жазайық. 67,145 азайтылған 49,188. 5-тен 8 азайтсақ азайтылмайды. 4-тің бірін береміз. 15-тен 8 азайтсақ бізде 7 болады. 3 қалады мұнда. 3-тен 8 азайтылмайды. 7-нің бірін береміз. 13-тен 8 азайтсақ бізде 5 болады. Үтірді түсіреміз. 6-дан 9 азайтылмайды. Мұнда 6 қалды ғой. 6-ның бірін береміз. Сонда 16-дан 9 азайтсақ бізде 7 болады. Және мұнда 5 қалды. 5-тен 4 азайтсақ бізде 1 қалды. Сонда шығады 17,157. Келесі бізде 61-ден азайтамыз 7,164. 61 дегеніміз бізде 61,0 деген. 0 деген сөз. Яғни 0-ден 4 азайтылмайды. 0-ден бере алмаймыз. Сондықтан 1-ді мына 0-ге берсек 10 болады. 10-нан 1-ін берсек, мына 9 қалады, мұнда 10 болады. 10-нан 4 азайтсақ бізде 6. 9-дан 6 азайтсақ бізде 3. Мұнда 0 қалды. Яғни 60-тан 7 азайту ғой. 60-тан 7 азайтсақ бізде 53 шығады. Немесе бұлай. Мына 0 қалды ғой. 6-ның бірін берем 10. 10-нан 7 азайтсақ 3. Мына 5 қалды. 5-нің өзі түседі. Сонда 53,36. Енді келесі қалай. 95 азайтылған 81,108. 95-ден кейін үтір 0-іміз бар. Бізде
екінші ондық бөлшегімізде үтір деген екі сан болғандықтан 95-тен кейін үтір қойып екі санға толықтырамыз, иә. Сонда 0-ден 8 азайтылмайды. Мынадан 1 бере алмаймыз, себебі өзі 0. 5-тің 1-ін берсек, мұнда 10 болады. 10-ның 1-ін берсек, мұнда 9 қалады да, мұнда 10 болады. 10-нан 8 азайтсақ бізде 2 шығады. Мұнда 9 қалды. 9-дан 0-ді азайтсақ бізде 9 болды. Үтірін түсіреміз. Мұнда 1-ін беріп жібердік, бізде 4 қалды. 4-тен 1 азайтсақ бізде 3 шығады. 9-дан 8 азайтсақ бізде 1 шығады. Демек жауабы 13,92.